Мемлекет басшысы жүктеген міндеттер аймақтарда қалай орындалып жатыр? Сенат төрағасы Алматы облысына сапары кезінде аталған мәселеге ерекше назар аударды. Сыр өңірінде ұлттық жобалардың жүзеге асырылу деңгейі қандай? Облысқа барған сенаторлар осы бағыттағы жұмыстармен танысты. Шымкент тұрғындарын алаңдатқан түйткілдерді жою үшін не істеу керек? Бұл мәселе сенат депутаттары мен шаһар жұртшылығының кездесуінде кеңінен талқыланды. Армысыз ардақты әлеумет, эфирде сенат сөз бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық өтеміз. Жазғы үзіліс кезінде парламент депутаттарының жұмысы тоқтаған жоқ. Олар өңірлерге барып, халықпен кездесіп, жергілікті атқарушы органдар және азаматтардың тұрмыс тіршілігімен танысты. Сол кездесулерде айтылған маңызды мәселелерді жаңа сессияда депутаттық сауал арқылы көтереді. Қазірде сенаторлардың аймақтардағы қызметі жалғасып жатыр. Соның аясында сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Алматы облысына арнайы барды. Облысқа сапары кезінде палата спикері мемлекет басшысының өңірлердің өсіп өркендеуіне жол ашатын жаңа өндіріс орындарын дамыту жөніндегі тапсырмасын іске асыру барысымен танысты. Соның аясында маңызды стратегиялық жобалардың бірі Алатау қаласын салу бастамасына баса мән берілді. Қазіргі таңда қалада мәдениет және туризм, білім және медицина, іскерлік және қаржы, индустрия және логистика сияқты салалық кластерлерді қамтитын Алатау арнайы экономикалық аймағы жасақталып, іргелі істер атқарылып жатыр. Бас жоспарға сәйкес алдағы жылдарда Алатауда 400-ден астам әлеуметтік нысан салынбақ. Мәулен Әшімбаев жаңа қала өңірдің ғана емес, бүкіл елдің дамуына тың серпін беретін жоба екенін айтты. Сенат алдағы уақытта бұл жердің инновация мен инвестиция тартатын дамыған шаһарға айналуы үшін заңнамалық қолдау көрсетуге дайын. Сапар барысында сенат төрағасы үздіксіз жүк тасымалын қамтамасыз ету және өңірлік сауданы дамыту ісінде айрықша рөл атқаратын көлік логистикалық орталығына барды. Сондай-ақ еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен үлес қосып отырған ірі жылыжай кешенінің еңбек ұжымымен кездесті. Парламент сенатының депутаттары Наурызбай Байқадамов пен Руслан Рүстемов Қызылорда облысына барды. Сапар аясында олар жұмысшы мамандықтар жылы және келешек мектептері ұлттық жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Сондай-ақ сенаторлар білім ордаларының ұжымдарымен жүздесіп, саладағы өзекті мәселелерді талқылады. Палата депутаттары Қызылордадағы ауыл шаруашылығы мамандарын даярлайтын агротехникалық колледжге арнайы барды. Мұнда жыл сайын 140-тан астам түлек мамандық меңгеріп шығады. Депутаттар колледжді техникалық жарақтандыру, оқу процесін цифрландыру және педагог кадрлардың біліктілігін арттыру тетіктеріне назар аударды. Оқытушылармен кездесуде орта буынды кадр даярлаудың маңызы және жасанды интеллектіні енгізу жайы да сөз болды. Қоғамда жоғары оқу орнын бітірген мамандардан гөрі осындай кәсіп техникалық мамандық игерген мамандарға деген сұраныс 70%-ға жоғары салыстырған кезде. Сондықтан болашақта алдағы уақытта оларды заманауи білім алуына жағдай жасау, жасанды интеллектті меңгеру, кәсіп техникалық саладағы түрлі жаңа техникалық құрылғыларды меңгеру уақытында жұмыстар жүргізу керек. Сонымен қатар сенаторлар Қызылорда қаласында салынып жатқан 1500 орындық жаңа мектептің құрылыс барысымен танысты. Нысан мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған келешек мектептері ұлттық жобасы аясында салынып жатыр. Бұл жоба оқушы орындарының тапшылығын жоюға және бүкіл ел бойынша сапалы білім алу үшін бірдей жағдай жасауға бағытталған. Бұл жобаның өзі қаржысы да қомақты. Бұның ішінде құрылғылардың өзі балаларымыздың жас ұрпақтың келешекте өзінің арманын орындайтындай деңгейде білім алуға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Біз жаңа оқу құралдарын көрдік, оқу жабдықтарын көрдік. Өте сапалы және балалардың денсаулығына қауіпсіздігін бәрі есепке алынған. Ендігі жұмыс осы мектептердің уақытында бітуі. Материал бәрі осы қазақстандық өнімдер. Жоба бойынша 70%-ке дейін. Қазіргі таңда енді біздікі 3-ші этаж, 2-ші этажда полностью тазалық жұмыстары жүріп жатыр. Мебель бойынша қазір поставка болып жатыр. Енді даланында енді 80% бітіп тұр. Сенатор Айгүл Қаппарова Шымкент қаласында тұрғындармен кездесу өткізді. Онда шаһардағы түйткілді мәселелерді шешу жолдары кеңінен талқыланды. Шымкенттіктер көтерген маңызды проблемалардың бірі денсаулық сақтау саласына қатысты екенін атап өткен жөн. Нақты айтқанда жергілікті халықта емханалардың жетіспеушілігі алаңдатып отыр. Бүгінде қала іргесіндегі Қайнарбұлақ саяжайы мен тұрғын алабында емхана жоқ.
Салдарынан 60 мыңға жуық адам орталыққа қатынап емделіп жүр. Ал осы ауданда салынуға тиіс заманауи медициналық нысанның құрылысына қатысты проблемалар әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Салаға жауаптылардың айтуынша, құрылысты бастауға қаржылық қиындықтар себеп болып отыр. Тұрғындармен кездесуде апатты деп танылған мектепті бұзуға, көшелерді жарықтандыруға, қаланы абаттандыруға және қоршаған ортаны қорғауға қатысты түйткілдерге де баса мән берілді. Айгүл Қаппарова барлық мәселе Сенаттың алдағы сессиясындағы қызметінде назарға алынатынын жеткізді. Әлеуметтік әріптестік ретінде қазір әкімдік жаңа инвесторларды іздеп жатқан көрінеді. Бұл бойынша біз қосымша бұл кісілерге, тұрғындарға қосымша ақпарат береміз. Әрине, бұлар медициналық көмекке зәру. Сондықтан бұл мәселені тексеру керек, бақылау керек деп ойлаймын. Көтерілген мәселелердің бәрі сараланады, әр сұрақ және мемлекеттік органдарға ол жолданады. Сондай-ақ Айгүл Қаппарова Шымкент қаласында мәдени және шығармашылық салада еңбек етіп жүрген зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Іс-шарада театрлар, мұражайлар және өзге де мәдени мекемелердің бірыңғай штат кестесіне заманауи жаңа мамандықтарды енгізу жөнінде де сөз болды. Кездесуде мәдениет қызметкерлерінің еңбегін бағалау мен ынталандыру бағытында тың ұсыныстар да айтылды. Патриоттық тәрбие және әскери білім беру ісін жетілдіру ел дамуындағы маңызды салалардың бірі. Ақтөбе облысына барған сенатор Амангелді Нұғманов, Талғат Бегілдинов атындағы әуе қорғаныс күштеріне қарасты әскери институттың курсанттарымен арнайы кездесіп, осы бағытқа ерекше көңіл бөлді. Сенат депутаты оқу орнының қызметімен танысып, институт ұжымымен бірге курсанттарды қабылдау және оқу орнының базасын күшейту жұмыстарына назар аударды. Депутат әскери білім ордаларын қолдау қажеттігіне ерекше тоқталып, алдағы уақытта бұл бағытты дамыту жөніндегі ұсыныстар парламент пен салалық органдар деңгейінде жан-жақты пысықталатынын атап өтті. Сондай-ақ Амангелді Нұғманов болашақ офицерлерге әскери білім беріп қана қоймай, заманауи технологияларды пайдалану, оларды еркін меңгеру тәсілдерінде үйрету қажет екенін айтты. Қазіргі кезде өзіміз біліп отырмыз ғой, цифрландыру, жасанды интеллект бар, басқа да әрі қарай дамитын жаңа технология, кейбір қауіпсіздік дейміз, сондай мәселелер көп, сол жағына көп маңыз берсе деген ұсынысым бар өзімнің. Сапар аясында сенатор жайлы мектеп жобасы бойынша Мәртөк ауданына қарасты Сарыжар ауылында салынып жатқан жаңа мектеп құрылысымен де танысты. Депутат құрылысты сапалы және уақытылы аяқтау аса маңызды екенін тілге тиек етті. Сенат депутаттары Ғалиасқар Сарыбаев пен Амангелді Толамисов Алматыдағы бірқатар ғылыми зерттеу орталықтарына барып, маңызды нысандардың қызметімен танысты. Атап айтқанда, олар Ионосфера институтында және Василий Фисенков атындағы Астрофизика институтында болып, ғарыш кеңістігін зерттеуге арналған іргелі жобалардың жұмысымен танысты. Қазіргі таңда Астрофизика институты елімізде астрономиялық хаб құруды көздейтін ауқымды халықаралық жобаны жүзеге асырып жатыр. Аталған хаб Іле Алатауындағы Асы Түрген обсерваториясында жұмыс істемек. Оның басты мақсаты астрофизика саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізетін әлемнің жетекші ғылыми құрылымдарын елге тарту, сол арқылы Қазақстанда бұл бағыттың дамуына тың серпін беру. Сенаторлар мемлекет басшысының тапсырмасымен бүгінде отандық ғылымды ілгерілетуге үлкен көңіл бөлініп жатқанын айтып, жаңа астрономиялық хаб сол істің нақты нәтижесі екенін атап өтті. Астрофизикада біздің болашақ бар ғой бұл жерде. Соның бәрі болашақта бізге не береді? Біздің жеріміз үшін қандай қауіп-қатерлер бар? Не болмаса сол жаңағы астрофизика мәселелерінде бізге ғылыми жұмыстар бар, көптеген гранттар бар. Басқа мемлекеттермен қалай қарым-қатынаста? Соның бәрін егер біріктіріп, бір интеграцияға келе алатын болсақ, болашақта жалпы алғанда әлемнің қауіпсіздігі. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарды палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен Сенат сөз бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.